Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім. Сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін сіздермен марафонның екінші сабағы, яғни менің үйім тақырыбы, яғни benim evim. Бұл сабақта тақырыбының өзі айтып тұрғандай, сіздер түркше өзіңіздің үйіңізді, бөлмеңізді, жататын бөлмеңізде нелер бар, қандай үйіңізде қанша бөлме бар, солардың барлығын түркше айтып үйренетін боласыз. Ендеше бастайық. Ең алдымен достар, егер де сіз каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, видеома лайк басып, және де жаңа сабақтарды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Benim evim, яғни түркшеде ev деген үй деген сөз, яғни benim evim, менің үйім, я? Қандай бізде ең алдымен осы тақырыпқа байланысты жаңа сөздер тізімімен танысып алайық. Ең алдымен oturma odası. Oturma odası, яғни oturma odası қонақ бөлме, отыратын бөлме деп айтады. Немесе кейде оны салон деп те айтады. Келесі, yatak odası. Oda деген сөздің барлығы бізде бөлме деген сөз. Яғни oturma odası қонақ бөлме, yatak odası ұйықтайтын бөлме, çocuk odası. Çocuk деген бала деген сөз. Çocuk odası, яғни баланың бөлмесі, балалар бөлмесі. Mutfak, ас бөлмесі, mutfak. Banyo, ванна, banyo, ванна. Balkon, balkon. Bahçe, бақша. Çatı, çatı, şatır. Pencere, pencere, tereзе. Televizyon, televizyon. Теледидар, яғни ТВ деп қысқартып жаздым. Бұл жақта ең алдымен сіздерге үйіміздегі бөлмелер аттары, енді жайлап сол бөлмелердің ішінде қандай заттар бар, солармен танысып жатырмыз. Пенжере, терезе, телевизион, теледидар, сепха, стол, колтук, диван, лавабо, раковина, клозет, унитаз, küvet, ванна, buzdolabı, тоңазытқыш, masa, стол, fırın, пеш, sandalye, орындық, elbise dolabı. Elbise деген киім деген сөз. Долап деген шкаф, яғни киімдер тұратын шкафты біз elbise dolabı деп айтамыз. Ламба, шам, немесе орысшасы светильник, ламба. Перде, тағы бір қайталап шығайық. Oturma odası, yatak odası, çocuk odası, mutfak, banyo, balkon, bahçe, çatı, pencere, televizyon, sepha, koltuk, lavabo, klozet, küvet, buzdolabı, masa, fırın, sandalye, elbise dolabı, lamba, perde. Біз ары қарай жалғастырамыз достар. Яғни ev тақырыбына байланысты жаңа сөздермен таныстық. Енді шағын мәтін оқып көрейік сіздермен бірге. Merhaba, benim adım Ayşe. Merhaba, benim adım Ayşe. Ben 15 yaşındayım. Burası bizim evimiz. Bizim evimiz müstakil. Evimizin büyük bir bahçesi var. Bahçede garaj ve köpeğimizin kulübesi var. Evimizde 6 oda, 2 banyo, 2 tuvalet, 1 salon ve 1 mutfak var. Burası benim odam. Benim odam ikinci katta. Odam çok geniş ve ferah. Ал енді бұны сіздермен бірге аударып көрейік. Ақырында оқып. Merhaba, benim adım Ayşe. Алдыңғы сабақтан білеміз, танысу. Сәлем, менің атым Ayşe. Ben 15 yaşındayım. Мен 15 жастамын дейді. Burası bizim evimiz. Burası бұл жер,
Біздің, evimiz, үйіміз, ya. Burası bizim evimiz. Бұл жер біздің үйіміз. Bizim evimiz mustakil. Біздің үйіміз mustakil. Mustakil деген жер үйлерді айтады. Mustakil деп. Біздің үйіміз жер үй дейді, ya. Evimizin büyük bir bahçesi var. Evimizin, үйіміздің үлкен bir бақшасы бар. Бақче деген бізде бақша деген сөз. Büyük деген үлкен. Үлкен bir бақшасы бар. Үйіміздің үлкен bir бақшасы бар. Bahçede garaj ve köpeğimizin kulübesi var. Bahçede, бақшада garaj бар екен, ya. Ve деген және köpek деген ит деген сөз. Яғни итіміздің kulübe деген үйшігі. İtimizдің үйшігі бар дейді бақшада. Evimizde 6 oda, үйімізде 6 oda деген бөлме. 6 бөлме, 2 banyo, 2 ванный, 2 tuvalet, 2 tuvalet бар дейді. Және де 1 salon, salon деген айттық, ya, бағана отыратын бөлме. 1 salon ve 1 mutfak бар. Және де 1 ас бөлмесі бар. Яғни үйімізде 6 бөлме, 2 ванны, 2 туалет, 1 салон және де 1 ас бөлмесі бар. Mutfak деген ас бөлмесі. Burası benim odam. Бұл жер менің бөлмем, ya. Oda деген бөлме. Burası benim odam. Бұл жер менің бөлмем. Benim odam ikinci katta. Менің бөлмем екінші кат деген этаж деген сөз, яғни қабат. Менің бөлмем екінші қабатта дейді. Odam çok geniş ve ferah. Bölmem өте. Çok деген өте деген сөз. Өте кең, geniş деген кең. Кең және де ferah деген рахат, яғни өзіне комфортный бөлме екен, ya, комфортный. Бөлмем өте кең және де рахат бір бөлме дейді, яғни комфортный бір бөлме дейді. Тағы бір нәрсе, достар, қараңыздар. Nasıl bir eviniz var? Nasıl деген қандай? Қандай үйіңіз бар? Яғни сіздің үйіңіз қандай? Жер үй ма, әлде этаж үй ма, ya? Mustakil bir evimiz var. Яғни жер үйіміз бар. Mustakil bir evimiz var. Eviniz kaç odalı? Үйіңіз қанша бөлмелі? Evimiz 3 odalı. Үйіміз 3 бөлмелі. Ал енді, достар, сіздермен бірге тағы бір үй сатып алайын деп жатқан кісінің диалогымен танысайық, ya. Бұл жерде екі адамның диалогы. Мұқият қараңыздар. Merhaba, hoş geldiniz. Kiralık ev var mı? Kiralık ev var mı? Kiralık ev деген бізде kira деген arenda деген сөз. Kira, arenda. Arendaға үй бар ма дейді. Evet var. Mustakil ev mi olsun, apartman dairesi mi? Ya бар дейді, ya. Mustakil ev mi olsun, жер үй болсын ба, немесе этаж үй болсын ба дейді. Apartman dairesi деген этаж үй, ya. Apartman dairesi olsun, yani этаж үй болсын дейді, ya. Ama küçük olmasın, бірақ кішкентай болмасын дейді. Bakın, bu dairemiz 3 oda, 1 salon. Қараңыз, бұл квартирамыз 3 бөлмелі және 1 салоны бар дейді. Kaçıncı kat? 5. kat. Kat деген қабат, ya, этаж. Қай қабатта? 5. қабатта. Peki, asansör var mı? Asansör деген бізде не дейді? Lift. Asansörü var mı? Lifti var mı? Evet, var efendim. Ya, бар дейді. Mutfak küçük mü, büyük mü? Mutfak ас бөлмесі, ya, білеміз. Ас бөлмесі кішкентай ма, үлкен ба дейді. Mutfak biraz küçük ama çok güzel. Ас бөлмесі кішкентай, бірақ өте әдемі дейді. Kirası kaç lira? Kira, арендасы қанша лира болады? 700 lira, 700 lira дейді. Biraz yüksek değil mi? Yüksek деген қымбат. Biraz қымбат емес па? Fiyatlar normal. Fiyat деген баға, яғни бағалар осындай дейді. Daha uygun daireniz var mı? Одан да ыңғайлы бір квартираныз бар ма дейді. Maalesef, өкінішке орай. Teşekkür ederim, rahmet, rica ederim деген, пожалуйста дейді, яғни оқасы жоқ. Önemli değil, маңызды емес, яғни оқасы жоқ дейді. Тағы бір оқимыз, қайталаймыз.
Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Kiralık ev var mı? Evet var. Müstakil ev mi olsun, apartman dairesi mi? Apartman dairesi olsun ama küçük olmasın. Bakın bu dairemiz 3 oda, bir salon. Kaçıncı kat? 5. kat. Peki asansör var mı? Evet var efendim. Mutfak küçük mü, büyük mü? Mutfak biraz küçük ama çok güzel. Kirası kaç lira? 700 lira. Biraz yüksek değil mi? Fiyatlar normal. Daha uygun daireniz var mı? Maalesef. Teşekkür ederim, rica ederim. Önemli değil. Al endi dostlar, bugungi sabaq tushunukli bo'lsa, o'zimizning uyimiz jayli turkcha aytib ko'raylik ya. Merhaba, benim adım Aygerim. Ben 28 yaşındayım. Burası bizim evimiz. Bizim evimiz müstakil. Evimizin büyük bir bahçesi var. Bahçede garaj ve köpeğimizin kulübesi var. Evimizde 6 oda, 2 banyo, 2 tuvalet, bir salon ve bir mutfak var. Burası benim odam. Benim odam 2. katta. Benim odam çok geniş ve ferah. Endi dostlar, sizlarga topshirma, dal o'shanday matnni o'zingizning uyingiz joyida qurashtirib, dal o'shanday matn qurib chiqib turkcha aytib ko'rasizlar. Qarangizlar. Merhaba, benim adım Aygerim. O'z atingizni qo'yasiz ham mana yerga. Ben 28 yaşındayım. Siz qancha yoshdasiz? Burası bizim evimiz. Bu yer bizning uyimiz deb aytib bastaysiz ya, sifatlab uyingizni. Bizim evimiz müstakil. Eğer sizde jeri bo'lsa müstakil deb aytasiz. Al kvartira etaji bo'lsa ne deb aytamiz dedik? Apartman dairesi. Apartman dairesi. Dairesi. Kvartira ya. Evimizin büyük bir bahçesi var. Yani aynalasını sifatlaysa ne var? Bahçe var mı? Bahçede ne var? Bahçede garaj ve köpeğimizin kulübesi var. Sizde ne var bahçede da mesela? Evimizde 6 oda, qancha bölme var? Jana bölmelerin barlığı men tanыстық ya алдыңғы сөздікте. Сол бөлмелерді жазып шығасыз. Қандай бөлмелер бар сізде. Бұл жер менің бөлмем. Яғни бөлмеңізді айтасыз. Мына жер менің бөлмем өте кең, және де өте рахат деп. Дәл осылай достар, сіздер де өзіңіздің үйіңіз жайлы, үйіңізде ішінде заттар жайлы, қанша бөлме бар, үйіңіздің айналасында не бар, солар жайлы барлығын құрастырып айта аласыз осы сабақтан кейін, я достар. Соның барлығын құрастырып, шағын бір мәтін қылып, төменге комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Барлықтарыңызға сәттілік достар. Görüşmek üzere.